Ал ағайын, бүгін Кенжебек бауырымыз үй алып қоныс тойын өткізіп жатыр. Барлық қатысушылармен келіп қалып мінекей. Әрбір үй жоқ адамға үй бұйыр осындай келеді. Іші қуанышқа шаттыққа көңіл жүзі болды ағайын. Менің үйім жоқ, маған үйім. Бүгінгі отырыстың басты тамадасы бүгін болады. Я, антракқа дейін болады, антрактан кейін ішесің ба, ішпейсің ба? Ішпейді, темекі шекпейді. Қайсы жегетін болды соң мен өзім? Отстав, одан кейін ма жігіт. Бұл мас оқығандар түйе үйіне барып тастайды, Мен істемде болмайым да. мұна жерге отырайық, сол кезде сиымды болады. Кім қыздар? Бір-бір неден ұстаңдар. Өзім ұйымдастырып жүрмін, типа. Типа мой. Чай деп қоямын арасында. Чай деп. Кухнясын көрсетейін, керемет жалпы паталаптар биік-биік екен. Мияқта жартысы бір. Не қылып ішіндер ең? Қайсы скучная кроватор бар ғой? Ішіп алып. Дастарханда жинап жатқандар, яғни Малика тұрмыс құруға толық дайын деп айтамын. Қызметке ана кісілер дайын емес сияқты екен. Мен енді тигізіп қойып қолым ішінде. Ал мияқтағылар вообще енді кешіріңдер. Сіздер дайын емессіздер. Қыздар, тұрмысқа. Рас қой ағайын, енді осындай кезде білінеді ғой кімнің кім екені. Құдай-ай. Кім, Нұрлан мен екеуіңіз өте керемет жарасымды отсыздар ше. Мен ба? Үміттерім бар ада, красавчик үміттерім бар мен. Үстін үйленіп кетпес. Мұса келді. Ой. Айбамен. Жап қайтып. Қарын той болып жатайықшы дегенше, нағыздың. Өз диет ұстап жүріп жатыр. Қазақбайский диета деп аталады, құрметті достар. Организмге ешқандай нагрузка түспейді дейді. Мұса! Кенжебектің қоныс тойына арнайы тапсырыспен осы торт хит болу үшін. Бұның авторы нағыз. Рахмет, қолың ет көрмесін. Жемесек те тәтті екенін біліп тұр кәдімгідей. Кесіме болды ма? Орынғама дой жейтін. Ал. Молодец. Мә, құрметті қыздар, құрметті оқырмандар, жалпы жаңа ғана біз базардың тортын алып жедік, және де мына тортты алып қойып едік. Екеуі жер мен көктей, кәдімгідей. Қолын дерт көрмесін. Заказ қабылдайды, құрметті достар. Мінекей парақша, мінекей торт. Не айтасың? Торт жөдің эксперименті ретінде, бұл ең... Жоқ, абжорасы ретінде айта берсің. Жар айтамыз. Эксперті ретінде айтайын, бұл ең күшті торт, домашний торт, ал магазиндікі ол ішінде кремі көп, ол үй дәмді емес. Ал домашний ең дәмді торт. Аты кім? Торттың ба? Выпивай дей салайық. Выпивай. Выпивай ма? Құныспай. Выпивай. Ас болсын. Достар, тапсырыс берсеңіздер болады. Тарту етіп отыр. Очень күшті. Құндыз пісірген, заказ берген Мұса. Рахмет. Жейміз қазір.